Endi qulay bo'ldi. Bundan mындай bir проблемалар бар. Жоспарды қабылдағанда Министерство экономики бюджетінің сенім правительство қаралады, РБК бюджетінің комиссиясы. Сол уақытта бізде ең пайда қайдан түсіп жатыр екен? Пайда мынаны шығарған түсіп жатқан жоқ. Пайда бізде мұнайдан, газдан, қарға байлықтан. Негізінен түсіп жатқан. А вообще в мире ежегодно доходы до 70% идет от человеческого капитала, новых знаний, новых технологий. Используя человеческий капитал. А остальные 23% это полезные ископаемые, основные фонды и так далее. А Казахстанда наоборот, честно. Соответственно, мұнайдың бағасына байланысты. Мұнайдың бағасын егер төмен қабылдаса, а мұнай жылдың аяғында өсіп кетсе, көріп отырсақ, мынадай разница шығады. Сондықтан бұл жерде әрине экономист болғаннан кейін сіз дұрыс сұрақ бересіз. Доля ошибка аз болу керек. Бізде 40-50% шейін ашық кетеді. Ондай болмау керек. Бір 10%-ке шейін ашық болса, оны еді. Сосын әлі де мен айтамын, бағдарлама жасаған уақытта біздің министрліктер ғылыми негіздері бағдарлама ашықтар жасалмайды. Визуалын айтады, себебі не дейін қазақта айтады, азайды семіз дейді. Аз керек, азын айтылғанның кейін артта практика пайда болады. Ал жалпы кризис заманында бұл артындай практика болу керек. Ал егер жаңағы көптеген миллиардтарды кейбір министрлікке келмей жатыр, оны министрден сұрауы жоқ, бақадан сұрауы жоқ, жыл сайын соны өтіп жатыр. Значит, бұл жағынан заңды қадағалау керек. Егер керек министрліктер, керек ведомстволар егер осылай үлкен қателіктер келсе, олардан сұрау керек. Өкінішке орай бұндай сұрау жоқ. Жалпы бұлай тап болды. Онан сұрау жоқ, ол парламенттің нашарлығы, депутаттардың нашарлығы. Депутаттар сұрау керек оны. Біз жоғарғы кеңесте баяғы депутат болғанда министрлердің аяғында біліп тұратын, орнында бас тастайды. А қазір есіктен үкіметке істеу шығады. Бәрі болады. Ол айтылды, екінші стратегия деген мына біздің кризис уақытында тұрған мәселе. Кризистен кейін әркім ойлаймыз ғой. Қандай? 2008-ден бастап, сол себепті менің кітабым шықты. Кейінгі стратегиялық инновационная экономика, технологические вызовы мировой финансы, осы кітаптар шықты олар бар. Кейінгі новинкалар бізде бар. Соған арнаған. Что делать перед людьми, перед страх? Кто виноват? Это не есть срок. Нет, не есть срок. Жаңа сөздің басында жігіттерді сынаққа алып жатыр ғой, сізде адам оркестр деп Михаил Кольцов деген орыстың журналист айтқан ғой, адам оркестр ретінде болу керек деген. Бұл нағыз қазіргі заманның азаматы деп білемді. Сіздің жаңа шығармаларыңыздың жинағының ішінде бір томы Тұрар Рысқұловқа арналған екен. Жаңа сөздің басында, осы кездесудің басында сіздің кәдімгі жүрегіңіздің қылын түртіп, Тұрарға арналған әніңіздің тұсаукесерінде жасап жүрдіңіз. Тұрар есімі сізге несімен қымбат? Енді жастар біледі. Тұрар Рысқұловтың кім екенін жалпы. Ол кісінің түрік дүниесінің бірігуіне, мұсылман халқының бірігуіне, жалпы демократиялық принциптеріне өте үлкен үлес қосқан халықаралық деңгейдегі мемлекет қоғам қайраткері. Бір-екі мысал айтуға болады. Bir мысал айтайын. Осы түрік дүниесінің бірігу қаулысын қабылдап түрік елдерінің. Ол 50 күн тұрған. Ленин оны уақытында біліп, Ленин шақырып, кейін Самарқұлдың орынбасары болды. 11 жыл Сталиннің орынбасары болды. 11 жыл түсініңіздер. Ал уақытта жыл сайын орынбасары ауысып отыратын уақыт. Міне Тұрар Рысқұловтың тек саяси емес, оның экономикалық еңбегін өзін, экономикалық еңбегін айтатын болсақ, 240 еңбек жазған.
Лениннен кейін оны еңбек жазған адамды ашығын айту керек. Сондай жұмыстар күн түні 200 еңбек жазған. Жақында біз туралы суық туралы халықаралық қор аштық. Бүкіл жақында. Сонда кеңес Ауғазиев, белгілі қоғам қайраткері, Тұрасовтың Сталиннің орынбасары болып отырғанда жүргізген әртүрлі бағдарлама қабылданды жаңа Турксиб дейміз, басқа. Сол жүргізгенде протоколын алып келген. Сондан архив оқып берді. Біз деді, шлем герой сәка болу керек деді, жаңа сәка. Мына Тұрасовтың деңгейінің соншалықты биіктігі, сонда мейірлі Қарағайдай Ресейдің академиктерін отырғызып қойып, жаңағы сұрақтарына жауап беріп, сондай деңгейге жүргізді. Таң қалып айтып отыр кеңес академик, мысалы. Сондықтан ол кісі туралы көп айта беруге болады. Енді өздеріңіз деректеріңіз бар, жатқан жері қазір табылды, Москваның жанында. Қазір фильм түсіріліп жатыр Тұрасов, байланысты. Жалпы ол кісінің істеген еңбегі халық үшін тек Қазақстан үшін емес. Өткенде халықаралық қор болғанда Қырғыздың президенті әкелген президентіге сұрақ қойшы экс-президенті өзде түрік халық бәрі қолдап отыр. Тек қазақ емес ол, бүкіл түркі дүниесіне жаралған қоғам қайраткері. Сондықтан мен ойлап отырмын әлі 2014 жылы юбилей келе жатыр. Соған біз 30 томдық еңбегін дайындау ғалымдар үлкен көптеген еңбектер жасау керек. Бір Сталиннің 11 жыл орынбасары болғанда сол жерде Москвада көптеген деректер ашылмай жатыр. Айта беретін болса өте көп нәрсе, бұл мәселе туралы жеке көп дүние жасау, жеке тесттер беріп жасауға болады. Сөзім ұстаз. Сұрақ? Қазақстан бәсекеге қабілеттілік жайлы еңбектеріңіз өте көп. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына немесе таможня союзға кіргенде не ұтады? Қандай кемшіліктері бар, артықшылықтары? Ол былай. Сіздердің маңызыңызды жалпы бірінші не ұтыларымыз дұрыс. Бірінші ойлау керек стратегия бұнысы. Стратегия жүргізгенде кеденді отағына 10 жылы құрылды жұмыс жасап отырмыз, бұл қажет дүние. Стратегия жүргізгенде кеше ғана үш мемлекеттің президенті Евразиялық экономистік одақ союз құрылды. Ол 2014 жылдан бастап. Бірінші январьдан бастап біздің экономикалық пространство көшеміз. Тауар айналымы, адам капиталы, ақша айналымы бір жүйеге келеді. Бұл айтқанда 40 күн бар десеге қандай жұмыс жасасаңызда жасай бересіз боласыздар. Темірге баса беретін боласыздар десеңіз. Бұны нағыз бәсекелестік дүниесі. Бірақ әр мемлекет осындай жағдайда сіз айтпақшы, не ұтыламыз, не ұтыламыз оңай ойламаса болмайды. Бұл переговорный процесс. Базарға барып қойсатып жатсаңыз, 40 мың алымызға болады, 30 мың алымызға болады. Бұл да сол сияқты сауда жасау керек. Дүниенің сауда одағының өтуі осындай жасау керек. Сол себептен жаңа жеке министрлер ашылды қазір, осыны байланысып жатыр. Сондықтан бұл оңай дүние емес. Әрине, кейінгі уақытта әдегенде біз Ресейден, технология жағынан, әдеп Белорусия жағынан, өнеркәсіп жағынан біз оларға да тегіс жасау өте қиын болды. Қиын да болып тұр. Ал егер бізді жүрмесе, қашан шығамыз? Сол себептен біз осыған әрекет жасау керек. Әрине қиындықтар алып жатырмыз. Сол себептен әсіресе біздің министрлер, полномочный представитель біздің правительстводан барған уақытта переговорный процесте өте принципиалды болу керек. Мына осы жерде бір кейбір қателіктеріміз бар, жұмсақтығымыз бар. Осы жерде көрсетуіміз керек өзімізді. Ал бірақ бұл процесс жүріп жатыр, себебі жаңа мен үшін айтып жатырмын. Бүкіл былай айтқанда Азия-Тихий океандық регионға ауысып жатыр, бүкіл нәтижелі перспектива. Сондықтан да батысты қойып шығыстарға айтып уақыттары. Шығыстарды. Сол себептен мен білемін, Қытайдың осы университетте көбін оқып жатыр, келесі себебі қазір осы болмайды. Сондықтан қазір мынау жаһандану заманында тек интеграцион процесс. Аймақтық бір мемлекет үш уақытта күшті Ресейдегі экономика қайтады. Қайта кіргізсе Ресей 9-64 күшкөлігі Қазақстан жақсы шыққан уақытта. Сондықтан региональный объединение. Енді былай айтқанда келешекте Евразиялық экономикалық союз жалпы стратегиялық жағдайда мына Еуроодаққа бәсекелес болатын союзға жетуіміз керек. Ол сендер соны жеткізу керек.
Sonunda ғана біз дүниелік дамуды ары кете аламыз. Жеке мемлекет еш уақытта ары шыға алмайды жоғары жаққа. Японияның өзі кристалды жарықпай көрсеткен. Екі сұрақтан кейін мына бізге тыңдардың олар арнайы алып келген мамандар отыр, ағаларымыз отыр. Негізі нәрсе мына кітаптар. Қазір сұрақ Вот вы отметили два момента, что раз развивающиеся страны, как в том числе Казахстан, отдают на несколько технологических укладов от разных стран. Второй момент, вы сказали, что важная роль принадлежит инновациям и новым идеям. Не считаете ли вы отставание Казахстана от развитых стран признаком того, что экономическая наука в Казахстане сама остается несколько десятилетий как минимум, и впереди как максимум от развитых стран? Теперь такое дело. То, что касается экономического наука в духе ГУСа находится, я неоднократно уже говорил, именно впервые, даже не поднимая республик по конкурентоспособности, мы делали, даже никто нам не говорил в 2006 году, впервые провели комплексную оценку заводского уровня. И впервые дали предложение. Мы отстаем по 130 показателям, где Казахстан отстает, где на что какие рычаги можно использовать и так далее. То, что касается уклад, это факт, от этого никто не убежишь. Я сказал, в каких укладах, в каком месте занимается какие страны. Это технология отставания идет из тех советских пор. Там сильно было, конечно, атомная, сильно была военная часть, все остальное сейчас, конечно, сильно было образование, наука, а остальные моменты, да, сказал. А тем более условия перехода жильмажем, они на не регистрировали. И это семимильными шагами надо. Поэтому принято последнее инновационное развитие. Это теперь не только наше, не ваше дело заниматься этими проблемами. Поэтому, конечно, сейчас и транспорт технологию нужно, заводить технологию надо воспринимать, свои собственные производства. Поэтому сейчас главный упор инвестиции вкладывают на новую технологию, новую технику. Даже вот такой вопрос. До сих пор Казахстан не законодательство отстает. Хотя я был депутатом, почему до сих пор у нас не приняли закон о малом инновационном предприятии. Как воздух нужен этот закон? Я сколько раз говорил, общественный палат, я говорил, выступал. Потому что без налогового предприятия, без регион, мало налогового инновационного предприятия реализации никогда не будет. Даже основная надо, как Китай, первые 2-3 года. К сожалению, налог не продвигается. Поэтому проблем здесь очень много, очень много. Мы добавили еще один вопрос. Пожалуйста, есть? Рухани байлық шынында да біз айттым ғой жаңағы экономикасы деп жайлы атқанын кістіп құлақ жаттық сондай жағдай болды. Рухани мәселеміз, идеология, тәрбие мәселесі қалып қойды. Мен Аллахпын, қазіргі жастар тәрбиесіз, айтса аз деп айтпаймын, себебі қайда сіздер көздеріңіз ашық қазір. Не себепті? Интернет алдарыңызда бізде болды ма біздің уақытымызда? Болған жоқ. Базадан программа обеспечения, пожалуйста, өздеріңіз жасайсыздар керек болатын. Доступ үйіңізде болса жаңалықтарға жеткізіп үйіңізде не болатынын білмейтін боласыздар. Мен өзім серьезный председатель совет болдым уақытында. Сонда алтыншы орынға шейін, это призер есть, алтыншы орын адамызды сборный истерге кіріссе, сол чемпион мировой біледі, сөзі күштер болады. А біз мен екінші орында болдым, мен кіріспек, себеп училищеден берді, соясына кіріп отырдым. Мысалы айтайын деген, сол кезде қазір сіздер, бәрі мүмкіндіктер бар сіздерде. Ал бірақ керек бізде, әлі де болса, осы өз тарихымызды, құндылықтарымызды,
қазақ тілін мемлекеттік тілді мысалы. Осы мүшен атқарған ішкі ашылмай тұрып, мемлекеттік тіл туралы заңымыз жоқ. 97 жылы тілде туралы заң қабылданған. Сонан бері жақында біз ғалымдар жазушылар бәріміз бірге, мен соның жұмыс тобы төрағасы, мемлекеттік тіл туралы заңды жасап шықтық. Дос қошым бар, көптеген азаматтар сөйтіп айқай сусыз қалай бірден сапаратын әкімшінің орынбасарының қолына бердім. Міне біз заңды жасап, ең өздеріміз ағамда жаңа парламент келіп жатыр, қалай жасақтар көресіздер. Сондықтан жасайтын нәрселер көп. Әрине, мен ойлап отырмын, қазір приоритетті бірінші осы рухани жұмыстарға беру керек. Онсыз болмайды. Ал енді оны жаңа көрсеттік қой, қайтпаймын. Менің жаралы деген фильм шыққан, мен ғасыршылымын, көбес қатыстар, сонда айтқан мәселелер бар. Жақын дегенде жас адам деген фильм мәселелері жазып бітірдім. Біздің президентіміз айтқан, біздің заманның геройы қайда жүр? Ана көшпейде түсірді 20 миллион ақшаға кім ақыр екенін білесіздер. Тағы біздің заманның геройы қайда деп. Сонда мен абайлап беріп, мен біздің заманның геройы таптым. Біздің заманның геройы мені Камал Талаш Ормантаев. Врач, хирург, көрсетсеңіз сөзін. Бұл образында жақсы адам деген фильм, главный герой хирург, врач. Енді ақша болып бәрі жағдай болса, көресіздер. Құдай қаласа ол киноны көрерміз, келер үшін тамды. Жақсы, онда мен тақта көшек еткен өте құнтегіліктер, үлкен ғалымағарамыз дайындалып келді, соның мына ішкі мағының ашық келістер бәріміз соған үлкен отырмыз. Сондықтан осы негізгі тақырыпқа көшейік. Егер